былтырғы Меккеде болған оқиға. Үлген ұстаз айтады, Кабаға қарап, енді намаз оқиын деп тұрсам, 3 жігіт келді. Ассаламу алейкум, ұстаз, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ұстаз, мына біздің бауырымызға дұға қойыңызшы деп айтты дейді. Кейін, не болды бұл бауырыңа дегеніміз, ана бауыры үндемей қалды дейді. Сондай сарғайып кеткен дейді. Не болды? Бауырым саған деп айтты. Мен бүгін бейсенбі, ертең жұма, сенбі күні мені операция қылмақшы. Соған бір дұға қылсаңыз. Неге операция қылмақшы деген еді, жолдас хабар берді. Бұл баланың тілінен рак болды. Тілінен операция қылынады. Денем діррете қалды дейді. О ағайындар, Аллахтың берген тілін қадіріне жетіңіздер. Бұл тілім бар екен деп өзіңізше сөйлей бермеңіз әрбір нәрсені. Тілім бар екен деп ғайбаттай бермеңіз, тілім бар екен деп боқтай бермеңіз. Тілім бар екен, бұл тілдерге ертең жауап беретін күн болады. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Ертең қиямет күнінде ауыздарға пешаттар ұрылады. Ешкім сөйлей алмайды. Ол күнде жалғыз біздің денелеріміз, қол аяқтарымыз, дүниеде істеген амалдарымыз жайында хабар беретін күннен Аллах субхана ва таала біздерді сақтандырып жатыр. Міне сол баланың тілінен, міне қазір мені естіп отырған әрбір жан тіліңізге қараңызшы, осы тіл 30 күнде не істеді? 30 күнде не айтты? Аллахтың сондай нұры жауып тұрған періштелері жер бетін қаптап тұрған уақытта осы қызыл тіліміз не істеді? Ағайындар, осы мені көріп отырған, мені естіп отырған. Әрбір адам өз тіліне қарасыншы. Ұстаз, кім операция қылмақшы деген еді? Франциядан профессорлар шақырып қойдық. Солар күтіп жатырмыз, солар келсе операция істейді. Оны күтпесең болмайды ма? Жоқ, болмайды, біз келісіп қойғамыз онымен. Демек сен оны күтіп жатсың ғой. Оны неше сағат күтесің? 24 сағат, 48 сағат күтесің ба? Иә. Бірақ ойланшы бауырым деп айтты. Ұстаз. Саған бұл ауруды кім берді? Алла берді. Енді бұл ауырда шифаны кім береді? Алла береді. Аллаға не істедік? Аллаға не істеді? Енді сұрап атырмын, сәждеге тұрып, неше сағат сұрадың? Жоқ, сағат сұраған жоқпын. Неше минут сұрадың? Çok onca min sırağın çok çalgazana subhana rabbi ala subhana rabbi ala subhana rabbim 3 ret ayutum menen toxtadın mı? İyi toxtadım. Qaraşa. Özüne oxşagan bendene 48 saat kütüp atsın au. Özü bergen dertke özü şifa bereten Rabbine 3 ret tasbih aytum menen aldanıp kaldın mı? Dep aytdı. Sodan namaz бастадық дейді. Біз намаз оқып болған уақытта жаңағы тілінен рак болған бала жайлап сыртқа шығып кетті дейді. Оның досы ұстазбен алдында отырып дұға қылып отырған, 1 сағат өтеді, ана жігіт келмейді. Бірдеңе болып қалды ма деп ұстазмен досымнан хабар алып келейін дедім дейді. Жарайды, досым шығып кетті дейді. Дос айтады енді. Мен жан-жақта айналып жүрім, дәретханаларын бәрін іздеп жүрмін. Жоқ. Өліп қалдым екен деп қорқып, іздеп қарасам, бір жерде бір бұрышта тұрған екен дейді. Bir бұрышта тұрған екен дейді. Жайлап жанына бардым да, мен да намаз оқи бастадым дейді. Ол
sacdada et deydi. Men sagatga karadım deydi. O sonunda turup men namaz okup atırım, namaz okup atırım. Ol sacdada tur. Bir kezde onun bası sacdaga tiyip turgan jerge karasam, ol mıramır bolat da. Mekke'ge barganlar bilet, mıramır. Sol mıramırdan жаңағы баланın көз жасы su boп agıp atır deydi. Men de şıday almay çıladım deydi. Bir kezde turdu deydi. Sagatga karasam 45 minut sacdada turuptu deydi. Beni korup oturgan agayındarım, cemaat. Biz neşe minut, osu uluk Ramazan ayında neşe minut turduk. Neşe minut turduk. Ergaysımız özümüzge sorak bereyik. Sodan күндер öttü. Bir 8 aydan keyin men жаңағы жігіттің tilinden rak bolatın, operasiya bolatın jigittin dosun Dubayda körüp kalıp, hey kalaysın, aleyküm assalam. Hey dosun jagday kalay, operasiya kalay ötü dese, tan kalıp, ustaz, Allah'ın mucizası boldu, Allah'ın mucizası dep çılaş verdi deydi. Ne boldu dep soradım deydi. Men sodan keyin bardım. Ol osunda jagday boldu. 45 minut. Közünden bulak jaslar agıp so jerde turdu. Biz şembe günü profesörün çağında bolduk. Profesör, Fransa'dan kelgen profesör oturdu. Jane onun analizlerinin bärini tekserdi. Jane bul beyşembe günkü analizдің bärini tekserip boldu da, endi osu şembe günkü analizdi alıp gelingler dedi. Şembe günkü analizdi eköön koyup karap durup, stolda bir urup katda aykayladi. Sender kimdi maskara kılıp atsınlar? Bärimiz korkup ketip, sen kim maskara kılıp atar? Mana beyşembe günkü alıp kelingen analiz ben, mana bugünkü analiz durus çıkmay jatır. Nege durus çıkmay jatır? Mana da tilin kesiu, tili şirip, bul rak bolgandygynyň belgisi bolsa, mana bugünkü analizde eşdenge jok koy dep aytat dedi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ve izâ sa'alaka ibâdi anni fe inni qarîb ucibu da'vata da'i izâ da'an felyestacibû li ve liyu'minû bi le'allahum yerşudûn. Eger bendem senin men jayında sorasa men jakymyn dedi. Men jakym inni qarîb dedi. Agayınlar Allah men jakymyn dep atar. Allah men jakymyn dep atar. Sol Allah'a dualar kılayın agayınlar. İnni qarîb ucibu da'vata da'i, dua kılışın duasını kabul kılamın dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Agayınlar dua kılayık, yelimizge kelip atkan apatlardan, Allah'dan dua kılayık, ol duanı estetçi, ol kabul kılışı. Özü jaratkan mına dünyeni, özü түсürüp atkan bul beleni, özü toktatmasa, ben de toktatalmaytındygyny düşünübümiz gerek. Bul koronavirüs dedik, bul virüslerдің barlığın Allah özü jok kılsa, işten emes agayınlar. Biz Allah'a köp dua kılayık. Olar dua kılsın, duasını kabul kılamın deydi. Birak olar da menin aytkanımды istesin deydi. Agayınlar, tövbede bolayık, istikbarda bolayık, Allah'a canlı jalbarında bolayık. Kança kavimdar bolgan, jok bolup ketken, uruğu men jok bolup ketken kavimdar bolgan agayınlar. Allah bizim elimizde, halkımızda, jurtumuzda özü aman saktasın. Ahırgı 10 günde dua kılayık. Allah'ım elimizge bereketler versin dep dualar kılayık. Meşitlerimiz açılsın. Medreselerimiz açılsın. Kur'an'dardı okup, yelde altına çıkıp durup, vakızlar aytığımızda Allah bizlerge nasip etsin.